Кез келген адам бұл аурухана туралы әңгіме айтқанда денесі бірден тітіркеніп кететін. Бұл жер кезінде үлкен медициналық орталық болған, бірақ бір түнде белгісіз себептермен жабылып қалған болатын. Адамдар онда қайғылы оқиға болғанын айтатын. Жас медбике ауырған науқасты құтқарамын деп өзі де сол түні қайтыс болыпты. Сол күннен бері бұл аурухана қорқынышты оқиғаларымен танымал. Екі студент, Әли мен Сәулем, ауылға демалысқа келгенде ескі ауруханаға барып шындықты тексеруді ойлады. Олар қалтасына телефон шамдарын салып, баспалдақпен ауруханаға жақындады. Қараңғы ғимарат, желдің ысқырығы, терезенің сынықтары түнгі мезгілде қорқынышты етіп тұрды. Бірақ олар «Қорқатын ештеңе жоқ, бұл жай ғана бос ғимарат» деп өздерін жұбатып ішке кіреді. Ғимараттың ішіндегі тыныштық ерекше. Олардың аяқтарының дыбысы кең дәліздерде жаңғырып тұр. Қабырғаларда ескірген суреттер мен түсім кеткен сылақтар көрінеді. Бір кезде Сәулем: «Тыңдашы, біреу бізден кейін келе жатқан сияқты» деп сыбырлады. Әли басын шайқап: «Бұл біздің аяқ дыбысымыз ғана» деп күлді. Бірақ олар әлі қарай жүрген сайын арттарынан әлдекімнің біркелкі аяқ дыбыстары естіліп тұрғанын байқады. Әли артқа қайрап еді, ешкім болмады. «Шамамыз жетеді, қорықпа» деп Сәулем өзін сабырға шақырды. Бірақ жүрегі қатты дүрсілдеді. Олар келесі бөлмеге кірді. Бұл бұрынғы палата сияқты. Төсек орындары шаң басқан, еденде бос дәрі-дәрмек қораптары шашылып жатыр. Дәл осы сәтте бөлменің бір бұрышында әлсіз жарық пайда болды. Шамның жарығын жақындатып қарағанда, олар ақ халат киген, басын киген бір әйелдің отырғанын көрді. Әйелдің шашы жайылып кеткен, арқасы оларға қарап тұр. «Сізге көмек керек пе?» деп сұрады Әли қорқып. Әйел үндемей басын ақырын ғана бұра бастады. Ол басын толық айналдырғанда, олардың алдында адамның жүзі емес, шіріген бас сүйек көрінді. Екеуі қатты айғайлап бөлмеден қашып шықты. Дәлізде олар жарықты байқады. Бұл бір кездері ота жасалынатын бөлме болған. Әли мен Сәулем сол жаққа бет алды. Бірақ шамдар өздігінен сөніп, есік тарс етіп жабылды. Ішінен біреудің сыбырлағаны, күліп, бірде жылағаны естіліп тұрды. Жарық қайта жанғанда, олар әйелдің дәл көз алдында тұрғанын көрді. Оның сұп-суық қолы әйелдің иығына тиді. Ал әйелдің көзінен қанды жас ағуда еді. Қалай екенін білмей, екеуі есікті теуіп ашып, ғимараттан жүгіріп шығады. Түнгі ауаның салқыны беттерін сипағанда ғана олардың қорқынышы біршама басылды. Бірақ сол сәтте аурухананың терезесінен біреудің қарап тұрғанын байқады. Бұл сол әйел етін. Осы оқиғадан кейін Әли мен Сәулем ешқашан ол жаққа оралмады. Олар енді ешкімді сол ауруханаға баруға шақырмайтын болды. Бұл жай ғана қиял деп өзіңді сендіргенмен, кейде түнде баяу сыбдыр естісең, ол жай ғана желдің дыбысы емес шығар.